Біз қазір мындай следик тоқып үйренеміз. Узор ромбик. Правда, ол менде әлі тоқылып бітпеді. Мына жағы бар әлі тоқитын, бірақ басын тоқып үйретемін. Былай қарай. Начальная петля. Вот, начальная петля. X-образно жасаймыз және ортасынан шығарып байлаймыз. Крючок менде номер 2, ал жібім менде иран жіп. Иран. Біз 15 воздушный петля аламыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 воздушный петля и екі петля тастап, үшінші петляға біз столбик с одним накидом тоқимыз. Столбик с одним накидом. Потом каждый воздушный петляға біз столбик с одним накидом тоқып отырамыз. До конца ряда. Басында қиын болады, қолға жіптер ілінбей. Ыңғайсыз болады. Міне ең соңғы воздушный петляға келдік. Енді қараңыздар, осы жерден біз біреу тоқыдық. Енді бір воздушный петля аламыз. Бір воздушный петля аламыз. Тура сол ең соңғы столбик с одним накидом тоқыған жерге біз бір столбик с одним накидом тоқимыз. Және айналдырып, мына жіпті бірге тығып отырып тоқимыз. Мынаны біз тоқыдық. Келесі столбикқа, келесі петляға біз бір столбик с одним накидом тоқимыз. Келесі бізде міне. Келесі. Осылай до конца ряда. Ең соңғы петляға дейін. Бұл жерде бізде 13 столбик с одним накидом болу керек. Ең соңғы петляға келдік. Бұл жерден біз бір столбик с одним накидом тоқып, бір воздушный петля алып, және айналдырып біздің следигіміздің басын. Міне, бізде мынау бір столбигіміз. Осы петлямыздан біз соединительный столбик тоқимыз. Және 3 воздушный петля аламыз. Дальше келесі столбикқа, келесі петляға біз бір столбик с одним накидом тоқимыз. Келесі петляға тағы бір столбик с одним накидом. Дальше до конца ряда әрбір петляға біз бір столбик с одним накидом тоқимыз. Каждый петляға бір столбик
с одним накидом. Мына жақта бізде воздушный петля бар, оны ұмытпаймыз. Міне, ең соңғы біздің петлямыз. И мына жерде воздушный петля бар. Міне, көріп тұрсыздар. Осы воздушный петляға біз прибавление жасаймыз. Яғни бір столбик с одним накидом тоқимыз, бір воздушный петля аламыз, и тура сол жерге тағы да бір столбик с одним накидом тоқимыз. Дальше, как обычно, столбик с одним накидом болып кете береді. Екінші рядта бізде 15 столбик с одним накидом болу керек. Әрбір петляға бізге бір столбик с одним накидом. Екінші воздушный петляға дейін. Міне, воздушный петляға келдік. Бұл жерде де прибавление бізде. Міне, прибавление. Бұл жерден бір столбик с одним накидом тоқимыз, бір воздушный петля, и тура сол жерден тағы да бір столбик с одним накидом тоқимыз. Мына жерде 1, 2, 3 воздушный петляны санап, сол үшінші воздушный петляның тура ортасынан біз соединительный столбик жасаймыз. Тағы да 3 воздушный петля. Дальше тура солай әрбір петляға бір столбик с одним накидом тоқып шығамыз. Каждый петляға. Еш өзгеріссіз. Үшінші рядта бізде 17 столбик с одним накидом болу керек. 17 столбик с одним накидом. Не, біз мына жақта прибавленияға келдік. Воздушный петляға, осы воздушный петляға тағы да прибавление істейміз. Бір воздушный петля тоқимыз, бір столбик с одним накидом, бір воздушный петля, и тура сол жерге біз тағы да бір столбик с одним накидом тоқимыз. Және мына жерге біз петляны ұмытып кетпейміз. Бұл жерде бізде бір петля бар. Үшінші рядта бізде 17 столбик с одним накидом шығу керек. Осылай бізде екі жақта прибавление мен 7 ряд тоқимыз. 7 ряд. Тек екі жақта ғана 2 столбик с одним накидом, бір воздушный петлямен прибавление істейміз. Мына жақта екінші жағына келдік, екінші воздушный петляға. Бұл жерден тағы да прибавление бізде. Бір столбик с одним накидом, бір воздушный петля, тура сол жерге бір столбик с одним накидом, бір воздушный петля. Мына жерден бізде столбик с одним накидом бар. И соединительный столбик, үшінші воздушный петляға соединительный столбик жасаймыз. 3 воздушный петля бізде. Потом төртінші ряд тура солай жалғаса береді.
7 ряд тоқимыз. Екі жақтан убавлениемен. Каждый петляға бір столбик с одним накидом тоқып шығамыз. Прибавление тек екі жақта ғана болады бізде. Не. Ең соңғы столбик. И воздушный петляға прибавление. Бір столбик с одним накидом, бір воздушный петля, бір столбик с одним накидом. Дальше каждая петляға бір столбик с одним накидом до конца ряда. До конца ряда. Осылай 7 рядты тура осылай еш өзгеріссіз тоқып шығамыз самостоятельно. Прибавлениеге келдік. Бұл жерден бір столбик с одним накидом, бір воздушный петля, бір столбик с одним накидом. И бұл жерде бізде уже екі петля и соединительный столбик. 3 столбик с одним накидом. Дальше 5-ші ряд, как обычно. Каждая петляға бір столбик с одним накидом. Воздушная петля, прибавление бізде бұл жерде бір столбик с одним накидом, бір воздушная петля и тура сол жерге бір столбик с одним накидом. Прибавление. Және мына жерде петля бар, оны ұмытып кетпеңіздер. Мына жерде. Всегда сол жерде бір петля тұрады, оны ұмытпаңыздар. Не. Прибавлениеге келдік. Не. Бір столбик с одним накидом, бір воздушный петля, тура сол жерге бір столбик с одним накидом.
Мына жерде петля бар бізде. Сол петлядан бір столбик с одним накидом. Және тағы да дальше. Бір столбик с одним накидом. И 1, 2, 3, үшінші воздушный петлядан бізде тура ортасынан соединительный столбик және 3 воздушный петля, дальше солай до конца ряда. 2, 3, 4, 5, 6 ряд, тура солай, общий 7 ряд. Общий 7 ряд. Так. Прибавлениеге келдік. Прибавление бізде. Не. Бір столбик с одним накидом. Бір воздушный петля. Бір столбик с одним накидом. Дальше мына жерде петля бар. Ұмытпайсыздар оны. До конца ряда. До конца ряда. Не. Прибавлениеге келдік. Бір столбик с одним накидом, бір воздушный петля, бір столбик с одним накидом. Мына жерде петля бар. Сол петляға бір столбик с одним накидом тоқимыз. Дальше әрбір петляға бір столбик с одним накидом. 3 воздушный петля, сол үшінші воздушный петлядан тура ортасынан соединительный столбик жасаймыз. 3 воздушный петля. Бізде соңғы ряд. 7 ряд. Жетінші ряд. Міне соңғы прибавление бізде. Соңғы прибавление. Бір воздушный петля. И мына жерде петля бар. Оны ұмытпайсыздар. Бірінші рядта 13. Екінші рядта 15. Үшінші ряд 17. Төртінші ряд 19. Бесінші ряд 21. Алтыншы ряд 23. Жетінші ряд 25. Яғни 25 столбик с одним накидом.
алдында 25 столбик, артында 25 столбик задним накидом болу керек. Міне. Соңғы прибавление екінші жағындағы 1 столбик с одним накидом, 1 воздушный петля, тағы 1 столбик с одним накидом. Мына жерде петлямыз. Жиырма бес столбик с одним накидом болу керек. Соңғы ряд. 1, 2, 3, үшінші воздушный петлядан ортасынан алып, соединительный столбик жасап, қатты тартып, 3 воздушный петля аламыз. Міне, біздің следигіміздің бұл табаны, ал бізде алды осы болады.